Ырысбала Экранбай берген 100 үйдің басым көпшілігі қабырғасы қираған, заборлары құлаған, ауылдың шет жағасынан алынған ескі құсқы үйлер екені рас па? Және де халыққа әдемі қылып көрсету үшін тез-тез, орыстар айтпақшы тяп-ляп ремонт жасап, из говна конфетку дегендей халыққа көрсеткені рас па? Және де мені қатты мазалайтын сұрақ, неге осы күнге дейін сол 100 үйдің барлығы біз Ырысбаладан үй алдық деп мақтанып, марқайып, соны қолдап неге шықпады деген ой болған. Енді маған келген көп ақпараттарды қарап, саралап, ой түйгенім, ол кісілер өздерінің Ырысбала берген ескі үйлерін жамап жүріп, Ырысбаланың стористарынан мырс-мырс етіп, марқайып, күніге қазы еттерді асып жеп жүргенін көріп, мынау случайно біздің ырысымызды жеп жүрген жоқ па деген сұрақ туған шығар мүмкін. Және де айта кететін жайт, сол үйлердің ыдысына дейін Ырысбала сатып алып берді деп көбісі айтып жатыр. Негізінде қолдаушылар жақсы білу керек. Көп заттарды спонсорлар, біздің қайырымды, мәрт азаматтар алып берген. Енді Ырысбала Экранбайдың өзіне тікелей сұрақ қойын. Ырысбала Экранбай, есіңде болса, Сарыкемердегі бір мұқтаж жанға, қайырымды жан, өте жомарт кісі үй сыйлаған болатын өз қаражатына. Бірақ сен сол үйге сбор жинаған болатынсың. Ол сборды сен келесі үйге жіберген жоқсың, келесі үйге тағы да сбор жарияладың. Сол себепті саған сұрақ. Сол қаражаттар қайда? Сол қаражатты қайда жұмсадың? Және де халықтың алдына қашан шығып отчетыңды өткізесің? Өткенде маған 6 баланың анасы Арайлым Қарағандыдан шыққан еді. Бірде хабарласып, бұл күміс алқаның егер болғандықтан саған асар өме үй алып берейін деп жатыр дегенге мәз болып бүкіл құжаттарын жіберіп, сол кездегі асар өменің алып берген үйінің жырын қазір көрсетеміз. Ең басты фишкалары көп қорлардың. Ең басты міне кіріп келген кезде көзге мынандай қылып түсетін қылып бояп қояды екен. Одан кейін сіз кіресіз, кірген кезде мына ағаш үй, мынау ағаш пен саманнан жасалынған үй, осы үйді сыртын темірмен қаптап, мынандай енді бір товарный вид сияқты қылып жасайтын көрінеді, болды. Одан ары қарай 6 бала, оның ішінде бір балаға ерекше күтім керек. Сол ана күйеуі ішіп кеткен. Мына жаңадан құя салатын көрінеді, мынандай қылып барлық жерде алдындағы қояндыдағы үйде де сондай болған. Мына үйде тұру мүмкіншілігі жоқ болып, бұлар қазір үйді басқа жерден пәтер жалдап тұрып жатыр. Мынаның қазір ішін көрсеңіздер шошисыздар. Сонда халық жылу қылып жинап берген ақшаға бір дұрыс үй алып беруге мүмкіншіліктері жоқ па, қалай әтейістей ма? Міне бір үңгірге кіргендей кіресің. Мына проводкалардың бәрін қараңыздар. Үйді алған кезде 6 бала ертеңгі күні анасы жалғыз жұмыс жасайды екен. Балаларға берілетін жаңағы 100 мың теңге, одан кейін жұмыс жасау керек. Сол жұмысқа кеткен кезде балаларға осындай өшірде балалар өздері қалады. Қалған кезде мынау міне мына пеш, өткенде барлықтарыңыз күліп жатырсыздар ғой, мынау күлетін нәрсе емес. Мына пеш жарылатын болса, мына жерде балалардың үсті күйеді. Ол ең жеңіл жағдайда, басқа жағдайда мына қараңыздар, мынаның бәрі құлайын деп тұр. Құлайын деп тұр, мынаның ішінде қазір бір 10 адам бірігіп жүгіріп өтетін болса, мына үй құлайды. Содан кейін үйді неге тексеріп алмайды? 6 балалы ана қалай бұл үйді? Не ақшасымен ремонт жасау керек? Не картон қағазбенен жалпы бетіп жасап сатып алып бере салған. Болды, енді айтады екен, бұл үйді біз саған алып бердік, енді біздің шаруамыз жоқ. Сатасың ба, қоясың ба, өзің білесің, бізге басымызды ауыртпа дейді екен. Міне, мынаның барлығын көрдіңіздер ме? Мынау қайнаған кезде жарылып кеткен. Сол, оны өткен қарекет қорында да солай. Міне қараңыздар мына үйді. Мынаның барлығы замыкание болатын болса, тағы да бүкіл Қазақстан 6 бала өртеніп кетті. Ойбай-ай деп қоя саламыз. Енді ертең Қарағанды қаласының әкімшілігіне біздің осы жақтағы өкілетті адам барып сұрақты қояды. Қандай бір айға қанша қаражат кіреді сендерге? Бір айға қаражат кіргенде мен көп бала анам, мысалға. Сонда 104 мың, үлкен қызым уже не считается, 19-да.
оны алып тастады. Сол 104 мыңға өмір сүресіздер ма? Жұмыс жасайсыз? Жұмыс енді қазір істеп жүрмін, өйткені не балалардың сабағы бар, квартира бар, арасында анандай ыдыс жууға шығамын. Таңертең сағат 7:30-да кетемін, түнгі 1-де келемін ресторанға. Балаларды кім қарайды? Балалар менен 17-дегі қызға дейді. Ол қазір сол жаңағы спецшколада деген қыз. Солар қарайды. Кенжеміз мына кішкентай 2-ші классқа барады, үлкен ұл 9-ға барады, ана ұлым 7-ге барады, қызым 10-ші классқа барады. Мынаның шешімін мысалға қандай шешім деп айтып отыр олар? Асар үмей айтады. Сіздер сатыңдар жаңағы 6 миллионға, сосын ары қарай өздерің бірдемесін. Это ваш дом, что хотите, можете продать, можете, что хотите, то и делайте деп отыр. Ну, былай қарап отқанда. Оның голосовойлары бәрі бар. Ал мына үйді қазір бағасы қанша? Мындай состояниеде мен онда жарты бағасын өткізе алмайды шығармын. Тем более мындай район. Алмайды ешкім. Андай мал ұстайын, нетем деген адамдар. Ал жаңағы фондқа сіз қалай шықтыңыз? Асар өмеге ма? Иә. Үй алып берер алдында ма? Үй алып берер алдында ол жақта тамшы қоры болды. Жансая деген жас қыз болды. Сол кісілер мен тығыз байланыста болдым квартирада тұрдым кезде тоже макерлікте. Сол кезде сол кісілер сұрайды ғой енді жаңағы бізге осындай Қарағандыда семья керек бар ма деп. Сол кезде жаңағы Қарағандыдан менің номерімді береді, контактный данный. Ол кісілер келеді, жаңағы волонтерлар. Сізге әкімшіліктен хабарласып, сіздер көп балалысыздар мысалға, сіздерге алимент алмайсыздар, жолдастарыңыз жоқ. Сонда сұрап білетін соцопека сондай бірдеңелер хабарласа ма? Шешкен әкімшіліктен соққа дейін бір көмек алмақ. Мысалы үшін бір мерекелерге байланысты бір корзины дейді ғой, ондай тоже жоқ та? Бір-екі асаба бар, аттарын айтпай қойын. Сол кісілер ондай әкеп тұрады арасында продуктымызды. 2 айда бір, 3 айда бір енді ол кісілер әкеп тұрады. Жаңағы ораза айт, не дегендей, құрбан айт дегендерде уже через мұғалімдер өздері танитын кісілер уже әкеп беріп отырады. Ал жаңағы әкімшілік, бізде мешіттен былтыр мысалы подружкаларыма не берді ғой? Сумка, рюкзак, не дәптерлерін, ондай ешкімден жоқ. Біздің журналистерден жауап алу өте қиын екен. Әкімдерден бесбетер болып тұр. Негізі жауап қайтару 1-ақ минут қой. Кешіріңіз, мен бұл іске араласпаймын. Өйткені менің личный интересім бар десе де мен түсінетін едім да. Алдында бір елдің сүйіктісі болып жүрген осындай бір баламыз бар еді. Қазір Тазша бала деген атқа қалып отыр. Сұрақ қойсаң 40 өтірігін айтып, былай өтіп кетеді. Руслан мырзаны айтам, журналист болып бір жауапқа зар қылып отыр. Ертең Тазша баланың артынан бір жарып шығып депутат болса, ойбой, жәніне жолай алмай қалатын шығармыз. Негізі шын мәнінде кімнің кім екенін білетін кез келген секілді. Өйткені біз халық болып соларды өзіміз көтеріп жатырмыз. Осыдан кейін сіздерге айтып кететінім, халқым деп жүрген талай адамды көрдік қой, депутат болғаннан кейін не істеп кеткенін. Ендігіде ондайға жол бермеу керек. Сол үшін қазірден бастап кім шын әділ жолда жүргенін біліп отыруымыз керек. Осы ауқымды мәселені қолға алып жарып шығатын бір журналист бар ма екен? Қорықпайтын, әділдікті жаны сүйетін, шындықты білу үшін түбіне шейін баратын журналист бар ма екен? Бар болса, осы рилстің астына белгілеп кетсеңіздер. Мен ақпараттың барлығын беруге дайынмын. Мен шығарып жүрген ақпараттар ол әшейін 1% ғана.